Сәлем, сәлем, қайырлы күн. Үлкен кісілер болса сәлем бердік. Бізде бүгін қар жауып, өте қуанып тұрмын. Бірінші қар жауған күні түсіріп алғанмын видеоларды. Енді салып жатырмын, қолым босамай кетті. Міне күшті қар жауғанда қуанып осылай. Қайта-қайта далаға шыққым келе береді. Мына даладан су толтырамын, өйткені су қатып қапты, мұз болып. Ыстық суымды апарып колонкама құйып толтырып алдым. Осылай далаға су тасимыз. Қарға қайта-қайта шығып қызығып жатырмыз ғой, бірінші қар болғаннан кейін. Қайтып күшті болып тұр қар деген. Аппақ болып, таза ауа болып. Әдемісін-ай. Шелегімді толтырып қойып алып кетіп жатырмын. Даладан су тасимыз, үйге әлі су кірмеген. Шелекпен даладан тасимын. Қыста да, жазда да осылай тасимыз даладан. Қызым мектептен келіп, қызым апа суда жуасың. Судаларды жуыңдар деп, қыздарым көмекшім. Әжептәуір бұларды дел болып көмектеседі маған. Посудаларымды жуып, ана балам айтып жатыр, далаға жүр деп, қармен ойнаймыз деп. Бұл посудамды жуып алайын деп тұр ғой бұл қыз. Міне екеуі шықты да ойнап жатыр ғой. Далада қарға бұлар да мәз, қар жауса қуанады бұлар. Біздің Жетісайда қар көп жауа бермейді. Қыстың бір әскертай кезінде жауып, одан кейін күн жылы болып кетеді. Қызығып жүр ғой бұлар да қар жауса. Балдар түгіл өзіміз де қуанамыз қар жауса. Екеуі қармен бояу ойнап отыр. Уже міне кешкі тамаққа кірісіп кетті. Мынаңдарымды жасап, кешкі ауқатымды істеп жатырмын. Бүгін қуырдақ істеп жатырмын. Кешке балдарға әдемілеп етін қызартып, қуырып алып, қуырдақ істеймін. Нандарымды да жасап қойдым. Осылай көтерілсін деп, өйткені жасап бір сағаттай қойып қойсақ көтеріліп әдемі